Енді акшон үшін қуаныш яқеймін. Кезінде осы Березка, Молодость, общителар, Аққу, көп әйтеуір. Көп общителар приватизациядан өтті. 96-да ма, есінде жоқ, 95-96-да деймін. Содан осы Айгүлі қалды. Молодежный общител, сосын Ровесник, сосын Гүлдер деген. Сонымен 2005-тен бастап приватизация басталды. Біздің қалған үш общитияны, да? Үш общития ғой. Гүлдерді, бергі общития Гүлдербек, полностью оны магнит деген магнит болды. Какая-то фирма, не знаю, өздері біледі. Солар сол общитияны алып алған, сатып алған полностью. О жақтағы адамдарды расселили, Ровесникке, Айгүлге. Сонымен осы жақта қырдың төбелесін көкесі сол кезде басталды. Жаңағы акиматқа өткіздірмейміз деп, осы жерге представительдер келді. Бізді айтқан, если қала өтсеңдер, сендер, біз мысалы кейінен келдік, 2004-те келдік осы жерге жұмыс істеп жүріп, мен кезінде жұмыс істеп, күйеуге шығып кетіп, қайтып келіп, сөйтіп жұмысқа орналастырып, осы жақтан комната әрең дегенде алғанбыз. Көп адам бар осы жерде. Содан мына метрострой келген. Бізбен бірге метрострой келді 2004-те. Метростройдың жұмысшылар семьясымен. Оларға бөлмелер берілді. Сосын бұрыннан тұрып келе жатқан адамдарды, жаңағы коммерческий деп айтылатын, оларды шығарып жіберді сот арқылы. Осы жерде милициямен немен төбі кәдімгі болған соғыс, жаңағы шаңырақ соғыс болғанда бұл жерде сондай болған. Күнге екінші бөлмеге. Көбісінде 2-3 баладан, бір баладан бұрына 20 жыл істеп келе жатқан соларға екінші бөлмені в общем за $500 сатылды. Үшінші бөлмелерді 4-мыңнан 5-мыңнан в общем әртүрлі сатылған. Сосын так. Сөйтіп жаңағы, мен айтайын деген, акиматтан представитель келіп, бізге жаңағыда осы жерде собрание болып, Зайцева болды, Кишкенбаев бе, жаңа бұрынғы біздің АХВК-ның директоры. Солар келіп, в общем, бізге айтты. Сендер, если акиматқа өткізсеңдер, согласие берсеңдер, то ертең біз кейінен келгендер жаңағы бөлмелі ала алмаймыз, олар сендерге бәленбаймыз қолаға сатады деп, сөйтіп бізге әйтеуір қорқытқан негізі. Сонан біз қорқытқанды жоқ, қалаға кірмейміз деп, біз осылай жаңағы АХВК-ның атынан жаңағы аламыз деп, в общем, АХВК-ның қалаға кірмейміз деп, сонымен қалдық. Сонымен приватизация басталды, қуылатыны қуылды, со стороны берілді. Біздің әйтеуір кейбіреулер ойбайлап жүріп, тиісті екінші бөлмелерін әрең дегенде алды, көбісі аламай қалды, көбісі составында бергесін, көбісі аламай қалды. Көп жылдан істегендер, олар көбісі аламай қалды. Жаңа бір бөлмеде қалды, сенде бала жоқ, ничего, Құдайға шүкір, кейбіреулер күйеуге тиіп, бала туып жатыр, 40-тан асса да. Жоқ, енді шынын айтып жатырмын да енді. Ол бала жоқ, сенің байың жоқ деп етуге болмайды ғой. Көбісі бір қыздарымен қалды бір бөлмеде. Енді ақша барлар үш бөлмеден алып, қошып білгендер істеді, мен әйтеуір. Алдыңыз ба? Иә, қырылып жүріп, төбелесіп жүріп, бір бөлмені басып алып, екінші бөлмені бұрынғы бағасын $500 алдым. Босатпаймын деп отырып алдым екінші бөлмеге. Қай жылы? Ол 2005-те. Ой, өтірік айтам, 2005-те үшінші баланы босандым. Так, 2006-да, почти 2007-де алдым ғой. Почти емес, 2007-де алдым, чөйті, бұру я уже. Екінші бөлмені 2002 жылдан кейін әрең дегенде сол қырылып жүріп алдым. Қалай уақыт өтеді деймін да, сонда же. Сонда екі бөлмеде қанша баламен тұрды? Екі бөлмеде 4 баламен, бірақ ол екеуі екі жерде болды. Одан мына кризис басталып кетті, мен төлей алмай квартплатаны екі бөлмеге мен 16-17 төлем керек тұрмын. Күйеуім жалақысы сөйге көтерілмеді. Енді частный предприятие, енді Құдайға шүкір, олардың зарплатасы уақытысында береді.
соның арқасында әйтеуір квартираны жібердім, өйткені екінші бөлме мына жақта болды, басқа комната бір басында, бір бөлме бір басында, бір бөлме екінші басында. Қазір де солай ма? Содан кейін саттым мен бөлмемді. Амал болған жоқ, мен квартплатым 170 болып кетті. Қарызым болып кетті, соны мен төлей алмай, мен саттым осы жақында. Соны әйтеуір сол. Квартплат қанша шығады? Квартплат мен ай сайын 10 мың, почти 10 мың шығады. Кеше ана күні жаңағы ақшамыз болғасын енді счетчик салдырып алып едім. Бір бөлмеге ме? Иә, ойладым азаяма деп. 8,5 мың кеп тұр. Сонда ар жағында бір мыңнан аса, мың с копейками, наверное, сонда азайып отқан счетчик салдырғаны мен. Сондай жағдай, сол квартплат енді масқара көріп тұрсыз, енді несін бердім ғой, квитанциясын. Мына үйдің сырты вообще ешқашан етілмеген, мына жарықшалары бар ғой, ар жағынан. Көршілер жылайды жүреді, қалай күз басталады, жаңбыр деген су үйге кіреді. Сосын шырдақ не жасалынбаған. Сосын бізде сантехникамен вечный проблемы. Оны өздеріміз ақша жинап, әрең дегенде ақша жинап, бір не, үйдеуші еді, бір стойка жақ, подвалдан 5 этажға дейін өзіміз ақша жинап, сатып алып, темір терсек соны салдырдық өзіміздің ақшамызға. Техобслуживание, содержание здания, шешіледі. Целевые дейді. Сол ақша қайда кетіп жатыр? Қашан барсаң да ақша жоқ. Сонымен өз ақшамызға нетті. Ол деген көгеріп, сазарып енді мүмкін емес. Енді көресіздер қандай екен. Обшитен ішінде осы кіргелі бермеді. 2004-те келдім ғой, бір ремонт жасалынбаған. Енді қорқынышты. Соны әйтеуір өзіміздің своими силами как-то вот соны ақтап, бір краскілеп әйтеуір кішкене нелегі келтіріп. Енді біреу істейді, біреу істемейді. Осы жұмыста. Сонымен көбірек сөйлейді. Неге біз жасауымыз керек, немене ақша беруіміз керек, неге мыналы не істеп жатыр, неге істетпейді. Сіздердің мына общежитиесі тұрмысқа қарай ма сонда? Бәрі сонда қанша общежитие бар? Тұрмыста қазір? Березка бар, Молдость А, Б корпусы бар. Сосын тағы бір қай общежитие? Айгүл ма, Аққума. Ой, Айгүл деп қойған. Ровесник. Сосын тағы бір общежитие деген Аққу деді ма, білмеймін. Мына жақтар. Төртеу ғой. Конник Захаровтан общежитие бар. Соны білмеймін, сонымен төртеу. Тұрмысқа төртеу қарай. Иә, тағы бір общежитиені білмеймін, Аққума, Сәулема. Сол тұрмыстың кеңсесі осы сіздерде ма, жоқ? Иә, осы міне екінші этажда. Қанша адам істейді? Так, Ирина Алексеевна бухгалтер, сосын кім комендант, якобы комендантымыз бар. Ол ана ровесниктің коменданты и совмещает бізбен бірге. Осы общежитие екеуін совмещает. Не істейді олар? Не істейді болғанда, енді бухгалтер ақша тапсырамыз, бухгалтер квартплатымыз төлейді. Сосын, директорымыз бар ғой айтпақшы. Еркін Алиевич, фамилия. Ол кезінде, былтыр осыны орнына, Шолпан Тимбаев орнына қояр алдында, оннан гор обещал. Ой, мен көмектесем, шатырды жасаймын. Сосын бізде отопление, батарея деген ескіріп қалған, көбісінде сынып, су деген атылып, сенбесеңіздер, сұрасаңыз бар, батареяда атылып, су кетіп, сөйтіп қызып болғанбыз. Ескі да, ескіріп қалған. Үйде комнатамыз да, бөлмемізде. Соны батарея алсаңдар, сварка менен батареяларымды сваркалеп берем деп 2 жыл өтті одан бер. 2 қыс өтті. По-моему, 2 қыс өтті.